Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздердің де бір зойларыңыз ұқсамай жатса, міндетті түрде мен жасаған әдіспен жасап қараңыздар. Бір жасағаннан ұқсап шығады, оңай жолмен бөлістім. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқаларымызды салып аламыз. Үстінен өлшеніп алған сүтімізді құямыз. Және де тұз, укроп саламыз, майдалап турап. Укроп салу міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Осылай барлығын салып алып, жақсылап бір келгі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Және табамызды қыздырып, үстіне сары май немесе сұйық майды аздап жағып жібереміз. Және де бір шөміште осылай жұмыртқаларымызды орта градуста пісіріп алатын боламыз. Барлығын осылай құйып алып пісіріп аласыздар. Мінекей барлық осылай жұмыртқаларымызды пісіріп алғаннан кейін суытып аламыз аздап. Ол арада ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге қажет болады өлшеніп алған фарш, тұз, қара бұрыш және де үкіштен өткізілген пияз, чеснокты салып жақсылап араластырып дайындап аламыз. Суыған жұмыртқаларымыздың ішіне аз-аздан фаршымызды салып, барлық жағына теңдей етіп жағып шығамыз. Барлығын жағып шыққаннан кейін үстіне помидорды майдалап турап ішіне салып шығатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңызға қарай сыр қолдансаңыздар да, басқа да заттарды қолданып жасасаңыздар болады. Ішіне барлығын салып алғаннан кейін осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын осылай орап шығасыздар. Барлығын осылай орап дайындап алғанымыздан кейін формаларымызға саламыз. Және де үстіне жағатын сосын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады 2 ас қасықта сметана. Сметананың үстіне біз аздап үкіштен өткізген сыр қосамыз. Және де сұйықтау болу үшін аздаған сүт қосасыздар. Жақсылап барлығын араластырып, дайын болған жұмыртқа бризольдарымыздың үстіне теңдей етіп барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Және духовкада 180 градуста, 160 градуста қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Міне біздің бризольдар дайын болды. Осылай оңай тез дайындалады. Және де дәмі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап қараңыздар. Және де арнама тіркеліп алдым.